Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бүгін осындай ерекше, дәмді, өте пайдалы әрі тойымды тамақтың жасалу түрін көрсететін боламын. Бұл тамақ сіздердің отбасыларыңызға өте қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де балаларыңызда қаназдық болса, осы тамақты міндетті түрде жасап беріңіздер. Бұл тамақ қанды көбейтеді және иммунитеттерін нығайтатын болады. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым күнделікті үйде қолданатын заттардан пайдаланамыз. Жасалу жолын көріңіздер, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Олай болса, ең алдымен осылай қазанымызға майымызды құйып аламыз. Етті көп талап етпейді, азғантай ғана саласыздар. Осылай өте қатты емес, бая отта қуырып аламыз. Етіміз өте қатты қызарып кетпеу керек. Осылай қуырып алдық. Енді үстінен пиязымызды салып, пиязды да 1-2 минут қуырып аламыз. Міне осылай пиязымызды қуырып алдық. Енді үстіне сәбізімізді және қызанағымызды салып, тағы да қуырып аламыз 1-2 минут. Барлық затты осылай төрт-пішлеп турасаңыздар, тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Түрі де, дәмі де әдемі болып шығады. Осылай қуырып аламыз, жақсылап. Үстіне енді осылай кішкентай қасықпен тұз саламыз. Менде етім тұздалған, сондықтан азғантай тұз салдым. Өздеріңіз қарайсыздар дәміне. Енді үстіне 2 стакан салқын суымызды құямыз. Бірінші кезекте аузын жауып, осылай қайнатып аламыз. Қайнатып алғаннан кейін үстіне тағы да су құятын боламыз. Енді суымыз қайнап шықты. Осының үстіне машымызды саламыз. Жуылған таза машымызды саламыз. Жақсылап жуыңыздар. Машымыз қайнап шықты. Үстіне енді бір үлкен ас қасықпен күріш саламыз және туралған картошкаларымызды салып, жақсылап бір араластырып алып, баяу отта 1 сағат қайнататын боламыз. Міне 1 сағаттан кейін осылай әдемі түсте болады. Майы көп деп қорықпаңыздар, майы осылай тартылып кетеді. 1 сағаттан кейін осылай әдемі түсте болады. Міне біздің тамағымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне осылай көк пияз салып, айран құйып ішсеңіздер, немесе қаймақ салып ішсеңіздер, өте ерекше дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.